Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін езілмейтін және жыртылмайтын манты жасаймыз. Бізге керекті заттар: салқын суға тұзымызды араластырамыз. Оны ұнға құйып, барлық жеріне жеткіземіз, себебі қамыр қатты болады. Бастапқы уақытта осылай бірікпейтіндей болып көрінеді. Алайда 9-10 минуттай жұмыс жасап, осылай илеп отырамыз. Жайылған қамырдан конверт жасаймыз. Осылай үстінен басып пакетке саламыз және тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағаттан соң алып, қамырды қайта илейміз. Осылай жайып алып, қайтадан конверт жасаймыз. Осылай үстінен әбден басып, езгілеп илейміз. Қамырды пакетке салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді салмасын жасаймыз. Пиязды осылай майдалап тураймыз. Келесі құйрық майды да осылай майда етіп турап шығамыз. Дайын болған қамырды алып, осылай 3 бөлікке бөлеміз. Қалған 2 бөлігін алып пакетке салып қоямыз. Осылай жгут жасап аламын. Одан 20 граммдай кесіп алып, өлшейміз. Бір рет өлшеп алсаңыз, қалған соған қарап кесе беруге болады. Қамырларды осылай үстінен басып, домалақ етіп дайындап қоямыз. Сосын үстін матамен жауып қоямыз. Қамырымызды осылай біреулеп алып жаямыз. Осылай үлкенірек жайылған соң, тек шеттерін ғана басып шығамыз. Міне қамырларымыз дайын. Енді салмасын жасаймыз. Тартылған еттің үстіне майды, пиязды саламыз, үстіне тұз және қара бұрыш саламыз. Бірінші осы қара бұрыш пен пиязды жақсылап езіп шығамыз, осылай жақсылап араластырамыз. Сосын барып, тартылған етпен бірге барлығын бірге араластырамыз. Үстіне салқын суымызды құямыз. Араластырып, енді мантыны түйуге көшеміз. Осылай бір шетін біріктіріп, екі жанынан қамырды жинап отырамыз. Тағы біреуін түйеміз. Осылай салманы толтырыңқырап аламыз. Бір шетін алып, біріктіріп, екі жаннан қамырды жинап отырамыз. Ал енді листті майлап аламыз. Үстіне араларын алшақ етіп, мантыларды салып шығамыз.
осылай бетін майлап шығамыз. Суымыз қайнап тұру керек. 30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне манты дайын. Ішіндегі сорпасы осылай шығады. Осындай дәмді, қамыры езілмейтін, жыртылмайтын ұйғыр мантысын сізде жасап көріңіз. Ас болсын.